Бейжің шығыс шұғыласы Шыңтың серіктестігі ұсынады. Сценарийін жазған Хаспагын. Режиссері Шүй Шаомин. Композиторы Ло Жан. Қоюшы суретші Чан Зыжың. Операторы Гуан Жян Шиң. Продюсері Шың Ло Сон. Басты рөлдерде Ху Жин, Юй Шман, Басын, Юй Ляуэй, Танго Чан, Хас Гауа, Цай Уэн Ян, Жаң Жинда, Хуан Жан Чун және басқалары. Құбылай хан. Екінші бөлім. Қаған, жедел хат. Жошы хан дүниеден озыпты. Не дейді? Қаған. Шыңғысханның үлкен ұлы Жошының кенеттен келген қазасы Шыңғысханды қатты күйретіп кетті. Денсаулығы онсыз да мәз емес еді, жығылғанға жұдырық болды. Төлей келді ме? Қаған, жедел хабаршы жібердім. Мен көп күт алмаспын. Төрімнен көрім жақын қалды. Ал жошы болса менен бұрын аттанып кетті. Моңғол даласы бір күн иесіз қалуға болмайды. Сондықтан ұлдарымның арасынан хандыққа ие болып, артымда қалған халқыма бас болар біреуін таңдауым керек. Елу Чусай мырзаның барында ұрпақтарыма өсиет қалдырайын. Алтын елімен соғыс әлі біткен жоқ. Менде бір ой бар. Қазір алтын әскері Тұң бекінсінде. Оңтүстігінде Қаптал тау, солтүстігінде Дария өзен, қамалды алу қиын. Соңмен алтын елі ежелден ата жауел. Егер біз соң елмен бірлескен сыңай танытсақ, олар бізге жақтасады. Нәтижесінде қыспақта қалған алтын елін тас талқан етеміз. Солай болсын. Келесі мәселе хан мұрагері туралы. Араларында менің жан дүниемді түсінетін Төлей. Ол ақ көңіл, ашық жарқын. Бірақ бұл қасиеттері Моңғол даласын билеуге жеткіліксіз. Шағатай. Хан әке,
Сен тым күйгелексің. Пейілің тар. Мейірімсізсің. Мен сенің еншіңді бөліп берем. Үлкен ағаң сияқты өзіңе тиесілі еліңді биле. Хан әке. Үгідей, Хан әке. сенде билікке деген құлшыныс зор. Бұл билеуші үшін таптырмас қасиет. Егер таққа отырсаң, қазіргі жетістігіңмен тоқтап қалмайтыныңа мен сенем. Сондықтан мұрагерім сен боласың. Монғолдардың тағдыры сенің қолыңда. Хан әкем. Ал енді Төлейге келсек, солтүстік аймақта және ұлы Монғолдың тірегі саналатын 200 мың сарбазды еншіге берем. Бұл да болса Төлей ұлыма деген аманатым болсын. Мен шаршадым. Елі Чусай мырза, сардарлар, қалыңдар. Қаған. Менің тағы бір арманым бар. Монғолды көркейту үшін дарынды азаматтар керек. Үгедей өлгенден кейін құрылтайда лайықты мұрагер сайлаңдар. Немерелерімнің арасында Құбылай өте дарынды. Орайын тауып, соны жақсылап баптаңдар. Естеріңде болсын, Монғолды қайткенде де көркейту керек. Монғолды көркейту керек. Ұқтым, қаған. Қаған. Қаған мәңгілік дүниеге аттанды. Қаған! Біздің жыл санауымыздың 1227 жылы
Шыңғысхан ертіс бойында ауыр сырқаттан бақилық болды. Ұлы Қағанның өсиетімен үшінші ұлы Үгедей таққа отырды. Ол әке жолын қуып, Моңғол хандығының іргесін кеңейтті. Шыңғысханның дүниеден озып, 8 жыл өткенде Құбылай ауыр қайғыдан сегелді. Бұл кез Құбылайдың толысқан шағы. Оның ақылы мен қайтпас қайсарлығына құрбы-құрдастары тәнтеді. Көпшілік оны Сахараның қыранына балайтын. Алайда сол жылы оның жан дүниесі ауыр соққы боп тиген бір оқиға болды. Арықбұға, Құбылай қайда? Мен қайдан білем? Соны да білмейсің бе? Ғашығына кеткен шығар. Мына уақытта ма? Қара! Аға! Жарайсыңдар! Бәрекелді. Жарайсың! Бәрекелді. Мына жүрісің не? Қайда болдың? Халайық! Шалма тастау жарысы қазір басталады. Кімде-кім үйірдің сақайғырын ұстап, жылдам ерттеп, жуасталса, сонда ғана жеңімпаз атанады. Дайындал! Бастаңдар! Қане, ұмтыл! Қане! Қане! Жарайсың, жануарым. Кеттік. Жіберіңдер мені! Ей, бұл әділетсіздік! Мені жас деп басынғандарың ба? Жарайсың! Жарайсың! Ұстаңдар оны! Ұстаңдар, мықты ұстаңдар! Құбылай, тез мін!
келді. Жарайсың! Құбылай! Жарайсың, Құбылай, жарайсың! Тамаша. Жарайсың, жарайсың. Міне жігіт! Қанеке. Құбылай, бұл жолы менің жоқтығымды пайдаланып жүлделі болдың. Келесіде жолың бола қоймас. Алдымен жеңіп ал. Құбылай жарадың. Бірінші шарапты саған сыйлай. Рахмет қаған. Бәрекелді. Жарайсың. Барлығың жақсылап дайындалыпсыңдар. Осылай жалғасын тапса, ерте ме кеш пе әлемді бағындырамыз. Өз-өздеріңе деген сенім бар ма? Бар! Қаған, біз тынып қалы біраз болды. Сарбаздардың күш-жігері тасып тұр. Е, қаған. Дұрыс айтады. Бұл жігіттер ұрысқа сақадай сай тұр. Қазір солтүстіктегі ұрығарлар еркінсіп алды. Соларды жөнге салуға кім барғысы келеді? Аға, біз барайық. Қанеке! Қанеке, ұлыңызға бір мүмкіндік беріңіз. Мен де барайын. Мен де барам. Мен барам. Жарайды. Қаған, жастарда ұрыс майданын көріп қайтсын. Жарайды. Ендеше барлығың дайындыққа кірісіңдер. Іске сәт. Ешқандай ағаттық жібермеңдер. Бір айдан соң аттанасыңдар. Құп болады. Қаған, ал менші. Сен бе? Сен кезегіңді жастарға бер. Мақұл, жарайды. Күйік, сен ең үлкенісің. Бұл жолғы жорықта сен қолбасшы боласың. Рахмет, Қанеке. Ұлыңыз бар күшін салады. Құбылай, күйік, мөңкі, құлагу. Сендер алғаш рет жорыққа шығып барасыңдар. Осыған дейін үйренгендеріңді майданға салыңдар. Бар өнерлеріңді көрсетіңдер. Еліміздің арқа тірегі өздеріңсіңдер. Қаған. Қаған, ал менші? Балақай, саған әлі ертерек. Ағаларыңда өнерлі болғанда шайқасқа барсаң да кеш емес. Солай емес пе? Жоқ, Қаған, мен де ағаларым сияқты жаумен шайқасам. Шайқасам деймісің? Жарайды. Сен бірінші мына қойдың санын жеп ал. Жесеңші. Не болды саған? Мен... Біреулердің кездесуі бар. Шарабыңды іш. Іше бер. Бүгін қалай болдым? Бәлендей емес. Сол ғана ма? Жүр, жақсы жаңалығым бар. Менің жаңалығым. Мен жорыққа аттанатын болдым. Жорыққа аттанасың ба? Ақыры осы күнге де жеттім. Қан майданда жауыңды тұтқырсаң ғана нағыз моңғол жауынгер болғаның. Егер сен үлкен жеңіспен оралсаң, мен не істеймін? Мұның не? Әлде сен менің жеңгенімді қаламайсың ба? Егер ер атанып қайтсаң, мені менсінбей кетесің. Қайдағын айтпа. Мені күт. Соғыстан оралған соң саған үйленемін. Мынау сенде болсын. Осы кездікті көргенде, мені көргенде боласың. Күтем сені.
кейін аттанасыңдар ма? Уайымдама. Аман есен қайтып келемін. Мен саған арнап шапан тіктім. Киіп көрш. Мақұл. Бел. Мынау... Үлкен болып кетіпті. Кішірейт берейін. Әуре болма. Бар тілегім, ертең мені шығарып салсаң болды. Шаршадың ба? Шаршағам жоқ. Құбылай, дайынсың ба? Дайынмын. Құлағу. Тездет, сен ғана қалдың. Қане, бол. Балалар. Апа. Келіңдер, мұнан алып алыңдар. Алдық. Тағалыңдар, қарындарың ашса жейсіңдер. Маған салғын сиыр етіңіз жеткілікті. Қараш, бәрің ер жеттіңдер. Соғысқа баратын болып қойдыңдар. Апа, біздің кімнің баласы екенімізді ойласаңызшы. Ертеме кешпе бәрібірде майданға барар едік. Иә, апа. Бұл апамыздың өз қолымен пісірген наны. Бәрін алайық. Қанекей, мен алайын. Қане, келіңдер. Түгел салыңдар. Апа, мен бәрін алдым. Мен жүре берейін. Тілінің тәттісідей. Бәсе апам сені қатты еркелетеді. Мен алайын. Түк қоймай жеп қоям. Мен кеттім. Апа. Балам, абайлаңдар. Апа, алаңдамаңыз. Біздің жеңіспен оралуымызды күтіңіз. Кеттік. Сенің шапаның. Бұл не қылғаның? Сені енді көре алмаймын ба деп қорқам. Жамандық шақырма. Не қараш? Қалай? Сауытым әдемі мекен? Әдемі екен. Құбылай ханзада, аттанайық деп жатырмыз. Менің кетуім керек. Құбылай! Мені күт. Келген соң үйленеміз. Күтемін. Қаған, хабарға қарағанда, жақыннан бері оңтүстік даланқара әмірі ел шетіндегі малшыларды қайта-қайта тонап, күн көрсетпей жатқан көрінеді. Елімізге шабуыл жасайтын ниеттері бар. Қаған, біз жол-жөнекей осы шағын елді алдымен бағындырсақ, ел шеті тынышталар. Даланқара сияқты шағын жер үшін арнайы жасақ шығарудың қажеті шамалы. Мен жаңа ғана қарақшыларды тыныштандыруға әскер жібердім. Егер әскерді екіге бөлсек, біздің күшіміз әлсірейді. Сарбаздардың рухы да әлсірейді. Осыны түсінемісің? Қағанның ойынша, біз Қытайлардан үйренейік. Олар басқа елмен одақтасу үшін әуелі сол елмен құдаласады екен. Бізден бір қыз ұзатыңдар, сонда мәселеде шешіледі. Қаған, данасыз-ау. Бәйбіше, Иә, Қаған. бұл шаруаны саған тапсырдым. Иә, Қаған. Мені кімге ұзатпақсыз? Қаған сені Даланқараның ханзадасына ұзатпақ. Соны түсін. Неге мені? Қағанның бұйрығы. Дереу аттану керек дейді. Бұл да жаман іс емес қой. Әкетай, өтінемін. Мен оған күйеуге шықпаймын. Не дейді? Бұл Қағанның бұйрығы. Қалай қарсы шығамыз? Әке,
Қызыңыздың көңілінде басқа біреу бар екенін білесіз ғой. Қызым-ау, маған енді не істе дейсің? Сенің далаңқараға атылуың да еліміз үшін емес пе? Ол жақтың ханзадасы да саған жаман қарамас. Соны біліп қой. Сонда бармауға еш мүмкіндік қалмағаны ма? Айтыңызшы. Ина Бикеш. Ина Бикеш, алып кететін заттарыңызды дайындап қойдым. Киім-кешектердің бәрі жаңа. Дағы басқаларыңыз болса, біз дайындай берейік. Қайғырман. Заттарыңды дайында. Болды. Алдымызда 50 шақырым жерден қарақшыларды байқадық. Түсінікті. Бұл шайқас аса күрделі болмаса да, ат үсті қарауға болмас. Бәрін ойластырып қойдым. Көрей, құлағу. Иә. Сендер мұңғол бастап, сол қанаттан шабуылдаңдар. Мақұл. Мөңкі. Иә. Сен мұңғолмен оң қанаттан шабуылда. Мақұл. Құбылай. Иә. Екеуміз өкпе тұстан шабуылдаймыз. Жарайды. Аттан! Тоқтаңдар. Сендер мені осында күте тұрыңдар.
Алдағы жау жағдайын әлі білмейміз. Екі қанаттағы әскер келген соң бірге шабуылдайық. Бос сөзді қайтесің. Егер қорықсаң, осында қал. Ал мен аттанамын. Кеттік. Күйек! Осыларма қарақшы. Ұрысқа дайындалыңдар. Жау өте көп, қоршауда қалдық. Аттан! Аттан! Күйік, амансың ба? Тобылай, бұл жолы саған қарыздармын. Олай деме, абайла. Бауырлар, шегінейік! Тез шегініңдер! Қане бәрін қашыңдар! Қашыңдар! Жарадыңдар, бәрің шараптан алыңдар. Аған жасасын! Аған жасасын! Жайғасыңдар. Аға, келесі жол ұрысқа мені де ертіңізші. Жарайды. Келесі ұрыста мен бас сардар болам. Сен қол бастайсың. Келістік. Төлей, арыстай ұлдарды дүниеге кепсің. Рахмет қаған. Қобылай, мөңке, құлағу, қодан марапатталады. Бұл жорықта Қобылайдың еңбек ерен 1000 алтын және 300 қой мен сиыр берілсін. Мөңке, құлағу, қодан. Сендердің де ерліктеріңді ұмытуға болмайды. Әрқайсыңа 500 қой мен сиыр берілсін. Рахмет қаған. Әр қарайда алған беттеріңнен танбаңдар. Барыңдар. Қане, аға? Қане? Қаған, бұл ұрыста күйікті барын салып аянып қалған жоқ. Оны да... Күйік үлкен қателікке ұрына жаздады. Сөйте тұра, марапаттан дәмелі ме? Күйік бірінші рет қол бастап отыр. Аздап асығыстық жасады. Осындай қуанышта оны қайтесіз, қаған. Иә. Үлкен ханзада әлі жас. Ынталандырып қойған дұрыс. Олай болса жарайды. Көптің қалауы болсын, саған да 500 қой мен сиыр берілсін. Ел үмітін ақтайды деп сенеміз. Рахмет, хан әке. Құрда, бергел. Яқынем. Сен ұрыс алаңында болмасаң да, біздің моңғол жауынгері әлемде теңдессіз. Бұған сен секілді атбегінің еңбегі аз емес. Саған да 100 бас қой мен сиыр. Рахмет, ханием. Бара бер. Қане? Кәне.
Төртінші аға. Толтырыңыз. Бер кел. Қара кері ай. 8 жыл бұрын кері құйынды босатып жібермем. Өйткені ол Шыңғыс ханға лайық тұлпар еді. Ұлы қаған мәңгілікке кетті. Тұлпары тұл болды. Сен Инаның баптаған тұлпар едің. Сен өз қолымен Сахараның қыраны сүйікті Құбылайына тарту етпекші болды. Кім ойлаған? Кім ойлаған? Қара керім ай. Ина, мына қобыз сенің жан серігің еді. Енді оны да саған жіберейін. Әй! Тоқта! Бұл не істегенің? Құбылай ханзада. Нендей жағдай болды? Ина қайда? Менің Инам қайда? Айтқане! Ина ол өз-өзіне қол салды. Не дейсің? Өз-өзіне қол салды не үшін? Не үшін? Үлкен ханым Инаны дала қараның ханзадасын азатпақ болды. Ина сені күтем деді. Бірақ біз бұлақ басына барғанда ол әлде қашан. Менің Инам. Үлкен ханым. Сендер бара беріңдер. Менің ханымға айтарым бар. Бұл кім? Не деген бассыздық? Құбылай балам екен ғой. Инаны неге ашалға итермеледің? Айт! Құбылай, кіммен сөйлесіп тұрғаныңды білесің бе? Ханзада, сабыр етіңіз. Шабаусыңда. Мен жақсы ниетпен оны құтты орнына қондырмақ болдым. Өлсін дегем жоқ. Ина менімен бірге екенін біле тұра. Неге күштеп ұзатпақ болдың? Не дейді? Инада көңілің бар екенін мен білмейді екем. Бізді күллі жұрт біледі. Өз ұлымның кімді ұнататынын да білмейм. Сені қайдан білейін? Оның үстіне бұл құдалықты қаған мақұлдаған. Біз қалай қарсы тұрамыз? Айтшы қане. Ханзада, мені тыңдаңызшы. Осының бәрі кәрі түлкі сенің ақылың шығар. Сен... Құбылай! Не істегенің Құбылай? Инадай кіршіксіз қыздың түбіне жеттің. Жүрегің тастан жаралған ба? Көк тәңірі жазалайды деп қорқпайсың ба? Жетер шектен шықпа. Әулиетте жолым сенен үлкен. Маған жөн үйреткеніңе жол болсын. Ал хандықта күйеуім қаған. Ал сен болсаң, бағынышты халықсың. Менімен бұлай сөйлессең, басың кететінін білесің бе? Ханым, Не болды? Құбылай, саған не болған? Апа, ол менің Инамның түбіне жетті. Немене? Сонда... Мөңке, қалай болмасын, үлкен ханыммен бұлай сөйлесулеріне болмайды. Білесіңдер ме? Сұрқақтани, ұлдарыңа дұрыстап тәрбие беретін бол.
екінші бөлімнің соңы.